Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ас адамның арқауы арнасы. Бүгін біз осындай керемет тамақ жасайтын боламыз. Менің пайдалы кеңестерім мен видеоларымды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің жасайтын тамағымыз маринадталған ет пен көкөністерді қуырамыз. Жарков жасаймыз бүгін біз. Балғын еттерді алдын ала маринадтап осылай банкіге салып қойғанмын. 3-4 күн болды. Холодильникте тұрғанына әбден бойына сіңіп, өте мықты болып, етіміз күшті маринадталды деп ойлаймын. Бір 700 граммдай қара кесек етті алып, осылай майдалап тураймыз. Бұның етті қара бұрыш және сарымсақ қосып маринадтап қойғанбыз. Етті осылай ұсақтап шығамыз. Еттің түрін байқасаңыздар, өте әдемі болып тұр, балғын болып тұр. Етін кішкене молдау қоссақ, біздің жарков тамағымызда өте дәмді болып шығатыны сөзсіз. Етін турап болғаннан кейін қазанымызды отқа қойып, майын құйып қыздырамыз. Майын құйып қызғаннан кейін, майы қызғаннан кейін етін саламыз. Етін жақсылап майда қуырып аламыз. Жақсы қуырылып атқан кезде еті отын басып қоямыз, пәсейтіп, жай отта осылай бұқтырып қойып, етін қайнатамыз, қуырамыз. Өте жай отта осылай қақпағын жауып қойып қуырған кезде етіміз өте әдемі, жұмсақ болып піседі. Бұл жолда етімді 20-25 минуттай осылай жай бұқтырып қойып пісірдім. Одан кейін пиязын тураймыз. Етіміз әбден жұмсарып, әдем боққалдау деген кезде пиязын тураймыз. Пиязды осылай жарты сақина етіп тураймыз. Бұл өзі бір ерекше дәмді тағам болады. Өйткені маринадталған етпенен картошканы қуырған кезде өте дәмді болып шығады. Сіздер де осылай үйде жасап көріңіздер. Негізі тамақтың көбісі етке байланысты. Етін неғұрлым жақсы қылып пісірсең, соғұрлым тамағыңда дәмді болып шығады. Мінекей пиязын салдық. 2 дана пияз қостым. Бұл жарков тамағына білесіздер, пиязды көбірек қосқан жақсы. Бұны да кішкене бұқтырып қоямыз пиязында. Кішкене сарғайғанша, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін келесі көкөністерімізді турап дайындап қоямыз. Сәбізімізді жарты сақина қылып турадық. Бір қызыл бұрыш, бір жасыл тәтті бұрыш алдым. Тамағымыздың түсі әдем болу үшін, әрі дәмді болу үшін тәтті бұрыштарды турадым. Одан кейін қызанақты осылай жұқалап майда қылып турап шығамыз. Қызанақта тамаққа өте әдемі дәм береді. Картошкаларымыз турап шығамыз. Одан кейін картошкаларымызды екіге бөліп, осылай жарты сақина қылып, орташа қылып турап шығамыз. Қалыңда емес, жұқада емес. Мінекей барлық көкөністерімді турап болып қалдым. Тек картошка ғана қалды. Енді қуырылып жатқан
Етімізді жақсылап қозғап аламыз да, сәбізімізді саламыз, тәтті бұрышымызды саламыз, қызанағымызды саламыз. Сөйтіп осы салынған көкөністердің барлығын жақсылап араластырамыз. Ой, мінекей қараңыздаршы, қандай әдемі. Қақпағын жауып қойып қоямыз, біраз қуырылғанша, одан кейін қажетті заттарымызды тағы да турап қоямыз. Бір дана сарымсақты турадым, одан кейін аскөкті турап қойдым. Түсі қандай әдемі, керемет, дәмі де ерекше болып шығады. Енді осы қуырылып атқан еттің үстіне картошкамызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Мөлшеріне қарай тұзын салып, тағы да жақсылап араластырып, отын пәсейтіп, пәс отта қуырамыз. Бұл жолы ешқандай су құймаймыз. Пәс отта өзі жай осылай бұқтырылып піседі. Сарымсағын салып қойдым. Пісуге жақын қалған кезде сарымсағын сап қоямыз. Мінекей, менің де тамағым дайын болып қалды. Мына еті көрініп тұр, өте жұмсақ болып піскені. Қолыңа ұстасаң етін бөліне береді. Өте жұмсақ, әдем болып пісті. Енді тамағымызды тарелкеге салып, дастарханға алып бара берсек болады. Мінекей, еті мол, керемет, жарков тамағы болып шықты. Енді бетіне аскөгімізді себелеп, осылай безендіріп қоямыз. Назар қойып, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болып тұрыңыздар.